Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін холодецтің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеомды соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісетін боламын. Негізгі холодецті сиырдың аяқ сүйегінен жасайды. Бүгін менде жылқынікі. Негізгі холодецті 4 түлік малдың да аяқ сүйегінен жасасаңыздар болады, бастысы қалай қайнағанында. Сүйегімізді салқын суға саламыз, кейін газға қойып, көбігі шыққанша күтетін боламыз. Көбігі шыққаннан кейін тазалап аламыз, кейін татымына қарай тұз, қара бұрыш, лавр жапырағын қосамыз және бір дана пиязды бүтіндей қосамыз. Пияз сорпаңызға мөлдір әсер береді және суыңыз барынша сүйектен сәл ғана асып тұрса болды. Ең бастысы сүйегіңіз судың астында тұрса ғана жеткілікті. Сол себептен көп судың қажеті жоқ. Ал енді холодецімізді ең баяу отта 12-13 сағаттай қайнататын боламыз және 3-4 сағаттан кейін пиязды сүзіп алып тастаңыздар. Міне менде 13 сағаттай уақыт өтті, сорпасы азайып, еті сүйегінен бөлініп тұр. Міне біздің холодеціміз дайын болып қалды. Енді легенге сетан көмегімен сүзіп құямыз, себебі майда сүйектер өтіп кетуі мүмкін. Ал піскен етімізді майдалап турап, сорпаның бетіне салып шығатын боламыз. Қаласаңыз легенге немесе кішкентай кесеге болмаса орташа сорпа кесеге де құйып жасасаңыздар болады. Ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ал легенге жасасаңыздар кейін дайын болғаннан кейін кубиктап турап қойсаңыздар болады. Мен екі әдіспен қолдандым. Орта кесеге құйдым және осы легенге құйып, бетін жауып холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. 3-4 сағаттан кейін холодеціміз әдемі болып шығады. Ал видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.